Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, мінекей Audi біздің бетштерейдің головкасын салып жатырмық. Енді сіздерге мына головканы қалай тарту керек, қанша мынандай динамометрический кілтпен қалай тартуға болатынын жөнінде көрсететін боламын. Бағыттарын өздеріңіз білетіндеріңіз бар шығар, білмейтіндеріңіз болса айтып өтейін. Мысалы бағытын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп қарама қарсы бағытта тартылатын болады. Немесе жаңағыдай тағы бір екінші бағытпен тартатын. Мен мысалы 1-ден 2, 1 тартылады, 2 тартылады, 3 тартылады, 4 тартылады, мысалы 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп екі бағытта да мен тарта беремін. Ал енді бұны мынандай динамометрикалық кілтпен қалай тартамыз? Ең бірінші этапта біздер 40 ньютон метрге қоямыз. Сонымен бір тартып шығамыз барлығын. 40 ньютон метрге қойып барлығын бір тартып шығамыз. Осыны кезек тартып шығамыз. Ал осы 40 ньютон метр тартып шыққаннан кейін екінші этап перекурный үзіліс жасап 6 ньютон метр қоямыз. Мына кілтті сонымен 6 ньютон метр тартып шығамыз екінші этапта. Енді жалпы сол барлық машиналарға головканы тартқан кезде осы ньютон метрмен осы тартқан кезде тартатын күші барлығын сәйкес келеді, бірдей шамасы келеді. Мінекей 40-пен тартып шықтық. Қазір бір кішкенеге дейін қайтадан мына кілтті 60 ньютон метрға қойып 60-пен тартып шығамыз. 60-пен тартып шыққаннан кейін тағы бір үзіліс жасап, ар жағында осылай 90 градуспен бір тартамыз, барлығын бір тартып шығамыз. Одан кейін тағы бір үзіліс жасап, тағы да бір 90 градуспен тартып шығамыз. Сонымен уже головкамыз дайын болады. Ары қарай шайнай беруімізге болады достар. Осындай видеоларды тағы да салатын боламын. Видео ұнап жатса лайк басып, коммент қалдырып, алла да баршасына тіркеп кетіңіздер достар.